Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында орналасқан кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжінің негізі 1965 жылы қаланған. Бастапқыда нөмірі 2 Шамалған мемлекеттік кәсіптік техникалық училищесі болып құрылған оқу орны 2013 жылдан бастап орта кәсіпкерлікке қажетті мамандар даярлауда. Кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжі бәсекеге қабілетті, ақпараттық коммуникациялық технологияны меңгерген, нарықта сұранысқа ие мамандарды даярлауда маңызды орын алатын, 50 жылдан астам тарихы бар, еліміздегі барлық игі бастамалар мен жаңашылдықтың алдыңғы шебінде жүрген колледждердің бірі. Көпсалалы колледж осы уақыт ішінде Қазақстан Республикасы қызмет көрсету саласына 6,5 мыңнан астам маман дайындады. Колледждің мақсаты еңбек нарығы талаптарына сай, бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби даярлау аясында сапалы білім беру қызметін көрсететін Қазақстандағы жетекші білім беру ұйымдарының бірі болу. 2020 жылдың ақпан айынан бастап колледжіміздің жаңа басшысы Такимова Гүлнар Тұрсынбек қызы тағайындалып, оқу орнымыздың абыройын асқақтатып, студенттердің білім көкжиегінде өз орындарын алуына талмай ізденіп, шығармашылықпен тынбай еңбек етуде. Қазіргі таңда көпсалалы колледжінде 64 оқытушы мен өндірістік оқыту шеберлері қызмет етуде. Соның ішінде 11 оқытушы жоғарғы санатты, 9 оқытушы бірінші біліктілік санатты, 17 оқытушы екінші біліктілік санатты ұстаздар. Колледж 2019 жылы 5 жылға институционалдық аккредиттеуден өтті. Оқу орнына келген студенттеріміз теориялық білімдерін арнайы типтік оқу өндірістік кешенінде орналасқан материалдық техникалық базасы жылдан жылға нығайтылып келе жатқан 32 жалпы білім беретін және арнайы пәндер кабинеттері, 2 мультимедиялық кабинет, 3 компьютерлік кабинет, заманауи компьютерлік техникамен және 25 интерактивті тақтамен жабдықталған кабинеттерде білім алады. Студенттеріміз алған теориялық білімдерін оқу өндірістік шеберханаларында білікті де тәжірибелі өндірістік шеберлерімен жалғастырады. Ол үшін колледжімізде 7 оқу өндірістік шеберханасы бар. Дене тәрбиесі сабағын өткізетін жазғы алаң мен стадион, кітапхана, 200 орынды жатақхана, медициналық пункт және 120 орынды колледж асханасы бар. Кітапхана қоры жылдан жылға жаңа оқулықтар мен әдістемелік құралдармен толықтырылуда. Колледждің оқу корпусында студенттердің мобильдік құрылғы арқылы қажетті электрондық оқулықтарды QR-кодты сканерлеу арқылы жүктеп алатын стенді орналасқан. Қазіргі таңда оқу орнымыз сабақты онлайн форматта өткізуде. Студенттер Zoom, Platonus бағдарламаларын пайдалануда. Онымен қатар WhatsApp, YouTube әлеуметтік желілерінде қосымша пайдалануда. Студенттердің қашықтан білім алуына колледж әкімшілігі барлық жағдайды жасап отыр. Мәселен, оқытушылар сапалы бейне сабақ түсіру үшін арнайы студия кабинеті ашылды. Студия заманауи талаптарға сай бейне сабақ түсіретін жабдықтармен қамтамасыз етілген. Оқытушылар бейне сабақтарын түсіріп, YouTube желісіне жүктеп, студенттерге ұсынуда. Қосымша қаражат табу мақсатында колледж ауласында автокөліктерге қызмет көрсету үшін СТО, халыққа тұрмысқа қажетті темірден, ағаштан жасалған бұйымдарды жасайтын цехтар іске қосылып, халыққа қызмет көрсетуде. Дәнекерлеудің кез келген түрлері бойынша, ағаштан бұйымдар жасау бойынша тапсырыстар қабылдайды. СТО форсункаларды тексеру және тазалау, ұсақ бөлшектерді тазалау, автокөліктердің фарларын түзету, компьютерлік диагностика қызметтері бойынша жұмыс істейді. Колледж 9 және 11 сынып негізінде күндізгі оқу бөлімінде мына мамандықтар бойынша даярлайды. Тамақтандыруды ұйымдастыру, пісіру ісі, ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану, автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану. Оқуға қабылданған студенттерге шәкіртақы және бір мезгіл ыстық тамақ беріледі. Басқа қаладан келген студенттер тегін жатақханамен қамтамасыз етіледі. Колледж студенттері жыл сайын өткізілетін қалалық, республикалық және халықаралық пәндік олимпиадаларға, ғылыми жобалар конкурстарына белсенді қатысады. World Skill International чемпионатында біздің колледждің оқытушылары мен студенттері 2016 жылдан бастап белсенді түрде қатысып келеді. 2016 жылы аймақтық World Skills Талдықорған чемпионатында аспаз мамандығы бойынша Айдинов Ridvan 2-ші орынды иеленді. 2018 жылы World Skills Талдықорған чемпионатында дәнекерлеу технологиялар мамандығы бойынша Өтегенов Нұржан жеңімпаздар қатарынан табылды. 2018 жылы 18 маусымда World Skills Қазақстан іріктеу турнирі Euroskills мейрамхана ісі құзыреттілік бойынша байқауда тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысы Козловская Оксана Петровна сарапшы болып сертификатқа ие болды. 2018 жылы автослесарь мамандығы бойынша Серікбай Мейіржан 3-ші орынды иеленді. 2019 жылы тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша Алдабергенова Айзат, Мырзагулов Алтынбек алғыс хатпен марапатталды. 2020 жылдың қараша айында сухие штукатурный работа құзыреттілігі бойынша Слямхан Даниэль
күміс номинациясына ие болды. Мамандардың дайындық сапасын көтеру және келешекте оларды жұмысқа орналастыру мақсатында біздің колледжіміз серіктестік байланыстарды жақсы жолға қою бойынша жаңа әлеуметтік серіктестіктермен жұмыс жүргізуде. Бүгінгі күні оқу орнымыз өңірдегі 20-дан астам мекемелермен, кәсіпорындармен әлеуметтік серіктестік жөнінде келісім шарттар жасап, үнемі студенттердің тәжірибесін бірге ұйымдастыруда. Теориялық оқыту кезінде алынған білімді бекіту, тереңдету және жүйелеу мақсатында студенттер кәсіпорындарда кәсіби іс тәжірибеден өтеді. Олардың қатарында Шұбарат мейрамханасы, Айкүл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жаңыл өндірістік кооперативі, Қарасай машина өндіріс зауыты, Универсал жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Солтүстік Қазақстан оқу өндірістік кешені, City Building құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Базис Construction үміт, ЖК Қызаев, ЖК Goldfish тағы да басқалар бар. Көпсалалы колледжде дуальды оқыту жүйесі кеңінен енгізілген. Колледж Хама парк мейрамханасымен бірлесіп, тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша дуальды оқытуды жүзеге асырады. Мейрамханамен келісім шарттар жасалған. Дуальды оқыту аясында білім алған колледж түлектері жұмыспен қамтылады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес колледжде жас маман жобасы жүзеге асырылуда. Жас маман жобасы жастар ел тірегі ұлттық жобасының құрамына кіреді. Жобаның негізгі мақсаты сұранысқа ие өнеркәсіптік және сервистік мамандықтар бойынша жаңғыртуды және білікті мамандарды даярлауда халықаралық тәжірибені енгізу болып табылады. Біздің колледж аталған жобаға автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығының автокөлікті жөндеу слесарі біліктілігі бойынша енді. Жас маман жобасы бойынша республикалық бюджеттен 145 миллион 637 мың 300 теңге қаражат бөлінді. Бөлінген қаражат бойынша Рахматулла Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен келісім шартқа отырды. Рахматулла Груп 28 атаулы бірліктегі соңғы заманауи, соңғы модельдегі құрал жабдықтар мен саймандарды алып келіп, қондырып берді. Және де Hyundai Транс Қазақстан акционерлік қоғам бірлестігіменен Hyundai Elantra 2020 моделін колледжімізге сатып алынды. Бұл стендіміз қозғалтқыштың бас тиегінің жарықтарын тексеруге арналған стенд. Бұл Кармет 1600. Бұл стенд арқылы біз қазіргі қозғалтқыштарды бас тиегін тексеруге мүмкіндік береді. Біздің бұл шеберханамыз автокөліктердің электроқондырғыларын жөндеуге және диагностикалауға арналған шеберхана. Бұл шеберханада автомобильдің электроқондырғыларын түгелдей тексеруге арналған құрал саймандармен қамтамасыз етілген. Мен Кенжебек Роланбекұлы, автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және пайдалану мамандығының студентімін. Мен осы мамандықты таңдағаныма қатты қуандым. Себебі осы жылы елбасының қолдауымен жас маман жобасы іске асып жатыр екен. Осы жоба бойынша біздің колледжімізге мамандығымызға қажетті заманауи жабдықтар бөлінген. Бұл жоба менің мамандығыма деген қызығушылығымды арттырды. Осы мамандықты таңдағаныма еш өкінбеймін, өйткені оның болашағы зор. Оқу орнын бітіргеннен кейін жақсы маман болып, алған білімімді Қазақстанның бәсекеге қабілетті елдер арасына кіруіне өз үлесімді қосуға бар күшім саламын.